Құрметті тыңдарман, Өмір-ай арнасының бүгінгі жаңа әңгімесін тыңдап, қолдай отырыңыздар. Қос құлындай тебісіп өскен әпкем менің анамдай болды. Анам біздер ес біліп қалған шақта, бала босану сәтінде жан тапсырып, әпкем екеуміз ботадай бостап жылап қалдық. Әпкем менен 3 жасқа үлкен, екеуміз тетелесіп өссек те, үнемі маған барын беріп өсірді. Әкем бір мекемеде бухгалтер болып жұмыс жасады. Бар тәттіні, жақсы киімді киіп өстік. Тек мен өзімшіл болып өстім. Әпкем ұнатқан киімін, заттарын тартып алу, бермесе жылап алу деген секілді ісімді бала кезден жасаппын. Сонда әпкем, мә, ала сал, мен сосын тағы аламын деп бере салатын. Марқұм анам да сол қателігімді еркелік деп қабылдап, мен қаласам соны орындайды. Бірде жаңа жыл кешінде анам екеумізге де ұнайтын көйлек сатып әперді. Үйге келіп келген кезде ұнатпай қалдым. Әпкемнің көйлегіне көзім түсіп, сая, сенің көйлегіңді мен киемін, сен менің көйлегімді ки деп бұйыра сөйледім. Ол күлімдеп, есің дұрыс па? Сенің өлшемің маған келмейді, ал менің көйлегім саған қап секілді болады, деп күліп жіберді. Ашуланып кеттім. Күліп тұрған әпкемнің шашына жабысып, анам әсер айырып алды. Соның өзінде іштегі ашуым басылмай, әпкемнің көйлегін қайшымен қиқалап тастағаным есіме түссе, өкіріп жылап алам. Жалғыз жанашыр әпкемді кіп-кішкентай болып, кесірімді тигізіп жүрдім. Ол кездері 9 жастамын. Әпкем 11 жаста. Әпкем маған ренжісе де ұмытып кететін. Бәлкім балалы қақ көңіл мінезі болар. Мен кіші болсам да, көздері жәудіреп, менен таяқ жеп қалатын. Бейнесі көз алдыма елестеген сайын, жүрегім сыздап, өзімді ешқашан кешірмеймін. Әкеміз бізге әкелік махаббатын бермеді. Анам байғұс әкемді өзінен кетірмеймін деп, анау үшін барын салып, дәмді тағамдарын алдына қойып, Құдайдан жалынып, ұл туып беремін деп. Жарамаса да, дәрігерлер қанша ескертсе де жүкті болыпты. Алайда оны қадір тұтқан әкем болмады. Әкем жұмысындағы жас қызбен көңілдес болған. Анам марқұм болып, біздер тірі жетім болып қала бердік. Топырағы кеппей жатып, біздерді үйден қуып, өзі үйленді де кетті. Ал біздер екі жақта сенделіп, тірі жетімнің күйін кештік. Нағашы әжем мен туған әжеміздің үйінде тұрып жаттық. Олар жақтырмаса, нағашы әжемізге, жеңгеміз жақтырмаса, туған әжемізге сүмірейіп баратынбыз. Бір сөзбен айтқанда, екі жаққа да сыймадық. Өз үйімізге сыймай тентіреген біздер, бөтен қалай сыйғызсын. Тентіреп, екі ортада қаңғырып жүрген әпкем екеуміздің дені дұрыс киім киіп те көрмекпіз. Үш киім деген нәрсені 2 жылда бір рет ауыстырып киетін шығармыз. Үнемі ескі құсқы, қолаңса сасыған киімдер, тізесі шыққан шалбар, түйіршектелген басы мен өкшесі, кейде ауыз жыртылған колгот киді, киюге мәжбүр едік. Баяғы сәнді киімдер түс көргендей болып қалды. Сол кезде есіме алып, анама ренжіп, апа, неге өліп қалдың? Сені жек көремін. Неге тастап кеттің? Мен де сен сияқты өліп қаламын. Сенің қасыңа барамын деп жылап алушы едім. Әпкем болса құшақтап, олай демеш. Сен өлсең, мен қалай шыдаймын? Өлемін деп айтпашы, деп жұбататын. Нағашы әжем ішкілікке үйір. Сосын сөзі келіне жүрмейтін. Әйтпесе мейірімді ғой. Әпкем екеумізді құшағына алып, қайтейін, құлындарым-ау, анасыз өмір сүру нағыз тозақ. Әттең сендерді ешкімге жәутеңдетпей бағалсам ғой деп көзіне жас алатын. Әжем неліктен ішкілікке жақын болған білмеймін. Бір білетінім, ол бізге тәтті тағамдарды үнемі тағып беретін. Арақ ішкенде закускаға келетін тәттілерін күртешесінің қалтасына тығып салады. Бірақ оны бізден басқа ешкім жемейді. Жеңгемнің балалары әжемді сасымай жоғалшы, бөлмеңнен шықпа,
кәрі қақпас алқаш неме деп түгін қалдырмай ұрсып итеріп қуатын. Әжем біздер үшеуміз қуықтай көгерген бөлмеде жатамыз. Қуықтай сасқан бөлмеде тұру, үнемі тоя дәмді тамақ жемеу, жеңгемнің қыздарынан таяқ жеу бәрі мені шаршатты. Ештеңе қызықпай өле салғым келетін еді. Дегі әпкем мені үнемі қорғап, мен үшін әбден таяқ жеп жатарда біз болашақта бай боламыз, бәрі бізге қызға қарайды деп үнемі мені жігерлендіріп, өзі тоймаса да тамағын маған беретін. Жанашыр әпкем-ай. Әпкем 9 сыныпты бітіре сала, аудан орталығында туған әжемнің үйінде жатып, техникалық оқуға түсті. Негізі бой жеткен соң үйінің тірлігіне бола үйіне кіргізді. Әйтпесе туған әжемді білемін ғой, нағыз мыстанның өзі. Бізді өз қаны деп танымайды. Үнемі айтады отырады. Білмесеңдер айтайын, шешең менің ұлыма аяғы ауыр болып тиген. Сендерді кімнен туғанын бір Алла білер. Сендерде шешелерің сияқты болып, маған абырой бермейтін сорлысыңдар, деп өлген адамға тыныштық бермейтін жан еді. Енді бой жеткен шақта әпкемді өзі келіп, нағашы жеңгемен 40 пышақ болып, ұрыс шығарып әкеткенін қарасай. Әйтпесе жеңгемде тегін қолды бермесі анық. Мен тастап кетті. Менің пайдам тимейтіні белгілі. Мені тастап бара жатқаны шыдамай, сая, мен де сенімен кетемін, әже алып кетші деп жалынып жатырмын. Әпкем де жылап мені алып кеткісі келсе де, туған әжем осында қалсын, ол үйге сыймайды, артық ауыз керек емес деп мені тастап кете барды. Әже, артық тамақ жемеймін, алып кеттіңізші деп еңіреп қоя бердім. Жеңгем де қалыспай, қолымнан шымшып, бетімнен шапалақпен бір берді. Өшір үніңді, жап аузыңды, қазір жүйкеме тиіп тұрсың, қанға бөлігір неме, көшеге қуып шығамын, деп бар ашуын менен алды. Сасыған қуықтай бөлмеде үстінен арақ сасыған, нағашы әженің жанында шашым болбырап, денемнің бәрі ауырсынып, бүктеліп, жылап отырмын. Мен өзім кімге керекпін? Неге сонша қорлықпен өмір сүріп жатырмын дейін? Сансыз сұрақтарды өзіме қойып, дағы сол бәріне марқұм шешемді кінәлап, жылап алдым. Таяқ жегенде әпкем құшақтап жұбатушы еді. Ауырған әрбір жерімді сүйіп, енді жазылып кетеді. Өйткені менің ернім тиді деп, мені күлдіртуші еді. Енді олай жұбататын, қорғайтын қамқоршым жоқ. Осының бәрін ойлай-ойлай бір шешімге келдім. Мен өз-өзіме қол салып өлем. Бірақ өлмес бұрын мына жауыздарды кінәлі етіп кетуім керек. Олар да жазасын алсын. Біздерді шырылдатып, ұрып соғуды білетін тас жүректер ғой. Сумкамды асығыс ақтарып, дәптердің соңғы бетіне мен қазір өлемін деп жаза бастадым. Осы уақытқа дейін көрген қорлығымды жазған сайын, көзімдегі жастарым ақ-парақ бетіне тамып жатты. Ұрып соққан жеңгем мен қыздарының тегіне дейін жаздым. Менің бұл әлеммен қоштасуыма себепкер болған үшін жек көретінімді жазып, ең соңында әпкем Саяны қатты жақсы көретінімді, сағынатынымды айтып, қолдарым дірілдеп әрең жаздым. Әпкемді есіме алған сайын, оның қатты қиналатынын ойлап, қайғыра бердім. Өзімді жіпке асып өлтіруді жоспарлап, қораға қарай бардым. Қорадағы бұзау байлайтын жіпті алып, енді соны тағатын жер таппай жүрмін. Ағамды да еркек дейді. Мал қораны дұрыстап етіп салмаған. Жіпті әзер тауып, ағаштың орта белінен байлап, мойныма еш ойланбастан тағып, жерге салбырай кеттім. Тұншығып барам. Жаным қиналғанда өлгім келмей қалды. Ауа жетпей қиналып, екі қолымен мойнымдағы арқанды шешкім келіп барады. Бірақ оған қолымның күші жетер емес. Болды. Бітті, сая қош бол деп, дүние астан кестен болғандай есімнен танып құладым. Байлаған арқаным емес, ағаш салмағымды көтере алмай жерге құлады. Сол кезде жөтеліп, екінші рет өмірге қайта келгендей болдым.
Өмір деген тәтті екенін бір секунд ішінде түсініп үлгердім. Жатқан жерімнен тұрмай жылай бердім. Үлкен қателік жасағанымды енді ұқтым. Үй жақтан жеңгемнің ащы дауысы шықты. Ойбай, мына қаншық мені тірідей өлтіргісі келіп жүр екен ғой. Бәрін қарап шығындар, өлмей тұрғанда тауып алайық. Қане, тез бұрыш-бұрышты қараңдар. Жеңгемнен әбден сыбағамды жеп алдым. Сосын киімдерімді асығыс жинап, таң атпай қалаға құстай ұштақ. Құжаттарымды рәсімдеп балалар үйіне өткізіп жіберді. Қалаға кетпес бұрын жеңгемнің қыздары соңғы хатты тауып алып, сүйінші сұрағандай шешесіне көрсетті. Ашудан жарылғалы тұрған ол, сен қаншықтан бір жола құтылайын, сораң ағып, жетімдер үйінде аштан өле қал. Жалмауыз, мен сені бағып отырмын деп, біраз былапыт сөздерін жер жебіріме жеткізіп айтқандай болды. Жетімдер үйіне келгеніме қуанбасам, қайғырғаным жоқ. Ауылдағыдай жұмыс жоқ, бәрі жақсы, таза жер, уақытылы тамақ ішу, ешкімге тиіспесең, ешкім саған тиіспейді. Тәртіпке бағынсаң болды. Жетімдер үйі әжем тұратын қалада. Мен іштей ойладым. Демалыста Сая келіп, болмаса әжемнің үйіне алып кетеді. Немесе Сая мені 3-4 сағатқа сұрап алып, екеуміз қыдырамыз. Бірақ бұл менің құр қиялым екен. Мені ешкім іздеп келмеді. 5 жыл бойы әпкем Саяны терезеден сарғайып күттім. Келмеді. Іздемеді. Ал менің ішімде ыза мен өкпе, реніш толып жатыр. 18 жасқа толып, жетімдер үйінен кеттім. Ауылға бардым. Әжемнің құр сүлдері қалып, төсекке таңылыпты. Жеңгем сол баяғы, бірақ мені көргенде қуанғандай болды. Өйткені жалғыз қыздары әлде қашан тұрмысқа шығып кеткен. Ағам сыртта мал бағады екен. Мені ауру кемпірді бағады деп, қуанып қарсы алды деп ойладым. Тазалықты жаным сүйетін адаммын. Кірлеп кеткен төсектерді жуып, 5 күн бойы үй жинадым. Жеңгем балаша қуанып жүр. Баяғыдай ұрсу мен жек көруді ұмытып қалғандай. Мейлі. Әжем үшін жүрмін. Не болса да әжемнің бар жағдайын жасайын деп шештім. Жеңгем өзгеріп, шайға бар тәттісін алдыма қойып, әңгімеге тартып, әпкем туралы айта бастады. Ана, сенің қақпас әжең бар ғой, деп әлі де былапыт сөзін тастамапты. Иә, содан оған не болыпты ол қақпасқа? Не болсын, біліп едім. Саяны не үшін алып кеткенін. Саяға не болды? Тезірек айтсаңшы. Байғұс қызды оқуға түсіремін деп байға беріпті. Бізге айтпай, өзінен 10 жасқа үлкен. Бізді адам санына қоспай, тойға да шақырмады ол қақпас. Саяны дуалап алған. Қанша жыл баққан еңбегімді бағаламай деп айтып жатыр. Жеңгем қайбір жанашырлықпен айтып жатыр дейсің. Көкейін тескен алтын сақина. Мен де тұрмысқа шықсам, ол менен алтын сақинаны тағып қалу көксегені сол. Басқа еш нәрсе емес. Сосын ол біреуді жамандауға жаны құштар адам. Менің құлағым басқа сөздерді естімеді. Қанша жыл әпкемді жек көрдім ғой. Бекер жек көргенімді енді түсіндім. Көз алдыма Саяның зорлықпен күйеуге тигені елестей берді. Көз жасыма ерік беріп, орнымнан асығыс тұрып, қалаға қатынайтын такси іздестіре бастадым. Такси тауып, жеңгемнен Саяның адресін алып, құстай ұштым. Жол бойы неше түрлі ойдамын. Сая бақытсыз болса, ол жерден ажырастырып әкету. Сосын бұрынғыдай бірге тұру. Әйтеуір сондай оймен өзімен жоспар құрып бара жатырмын. Бардым. Жеңгем айтқан адреске келсем, даңғарадай үй екен. Бақуатты адам тұратын. Зәулім үй. Ауласы енді сондай үлкен. Есікті Саяның атасы ашты. Сәлеметсіз бе? Мен Саяның детдомда өскен туған сіңлісі боламын. Ол осы жерде тұрады деп еді. Жүзі жылы кісі екен. Таңырқап орында қатып тұрып қалды. Сая, біздің үлкен келін. Қазір олар басқа қалада тұрып жатыр. Қазір адресін берейін деп, сәл ойланып, есіне түсіргендей, тағы да асықпай ойланып тұр.
Бағана жеңгем жолға деп ақша берген еді. Сол ақша жетеді екен. Вокзалға барып, пойызға билет алып, тағы жол жүрдім. Ертеңіне діттеген жеріме жетіп, әзер дегенде әпкемді тауып, жылап қауышты. Неге мені іздемедің деп, әпкемді сұрақтың астына ала бастадым. Әжемнің қол астына барған әпкемнің өмірі де жақсы болмаған. Әпкемді оқытпапты да, тек дүкеніне сатушы етіп жұмысқа салған. Солай жүргенде әпкемді сырттай ұнатқан ер адам әжемнің алдынан өтіпті. Ата-анасы бақуатты болса да, жақсы адамдар. Әпкемді еш уақытта ренжітпей өз қыздарындай көрген. Бірақ әпкем қанша бала көтерсе де, түсік тастап, әпкем бірнеше жыл емделіп жүр екен. Біраз жер тарқатып, әбден сағынышымды бастым. Енді ауылға қайтуға жиналғанымда, сені ешқайда жібермеймін, менің қасымда қалып, оқы деп жалынды. Әпкемді де қимайым, ауылдағы әжемді де қимайым. Бірақ өмір менікі. Оқуға түк құлшынысым жоқ. Содан жұмыс жасауға бекіндім. Жездемде жайдарлы жан екен. Арнайы азық-түлік сататын қоймасы бар. Басында жездемнің қасында жүрдім. Бәрін үйреніп алуым керек. Кейін өзім жеке саудаға шығам. Бұлай есепке жүйрікпін. Нағашы әжем де көп ұзамай дүние салды. Әже деп уайымдап жүретін едім. Мен кеткеніме бір ай болмай жатып, ауруы асқынған, бауырдан кетті. Сая екеуміз біраз қаражат апардық. Ақшаны көрген жеңге маймыл бола қалды. Жандарым-ау, әжеңнен айырылып қалдық деп бостап отыр. Нағашы әжемнің үйінде 40-на дейін болмадық. Саяның емге байланысты емханаға жатуы керек екен. Ал менің складта жұмысым бастан асады. Сонымен бір аптадай болып, қалаға қайттым. Әпкем Сая бұл жолы Ташкентке барып емделмек екен. Бір ай сол жақта жатады. Өзімнің сол үйге бекер барғанымды кеш түсіндім. Әпкемді жездем екеуміз қимай шығарып салдық. Мен бұрын жездемді қалай байқамағанмын, бұлай қатын құмар екенін кеш түсіндім. Әпкем кете сала мені құшақтап, бүгін ат душы екеуміз қыдырамыз деп күле қарады. Мен не дерімді білмей, бір түрлі болып қалдым. Әпкең айтып кеткен, сені ешқайда апармағаным. Жүр, кеттік деп, қолымнан қысып көлге апарды. Шыны керек, мен әлі де бір түрлі күйде жүрмін. Әпкем барда олай қолымнан ұстап, құшағына алмаған жездеме не көрінген? Жездем романтик болып шықты. Жетімдер үйінен басқа ештеңе көрмеген мені сөзімен, ісімен азғырып, бір аптаға жетпей құшағынан бірақ шықтым. Оңбай күнә жасадым, шатастым, көзім байланды. Бір ай бойы әпкемнің төсегінде жездеммен кешірілмес күнә жасадым. Әпкем келгенде мен оны іштей тағы жек көре бастадым. Жездемді өлердей қызғандым. Жұмысқа кетіп, үйге әдейі кеш келіп жүрдік. Бірақ бұның да шегі бар еді. Бірде жалаңаш күйімізде әпкеме ұсталдық. Байғұс әпкем бір сөз айтпастан көшеге қарай жүгірді. Көп өтпей өзін көпірден лақтырып жіберген. Менің кесірімнен ол өмірін қиды. Ал мен сол күннен бастап өз өміріме лағнет айттым. Бәрін тастап, әжемнің көгерген бөлмесіне қайта оралдым. Күн сайын әпкем Саяны ойлап, мені кешіруін сұрайым. Осы бір ауыр оқиғамды сіздермен бөлісіп, жеңілденгім келді деп кейіпкеріміз әңгімесін аяқтайды. Құрметті оқырмандарым, зейін салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Өз ойларыңызды, ақыл кеңестеріңізді төменге жаза отырыңыздар. Келесі әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнама тіркелі қоңыраушаны басып қойыңыздар.